Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек асханасы, яғни өзбек ұлтының тағамы хамир хасиф деп аталатын тағамды дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше тағамымызды жасауды бастаймыз. Ең алдымен тағамымыздың қамырын дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға суымызды құйып және де жұмыртқамызды жарып, тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дәл осы кезде ұнымызды електен өткізіп, алдын ала дайындап қоюымыз қажет. 2-3 бөлікке бөліп, қасықтың көмегімен, содан соң қолымызды көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ емес және де қатты болмау керек, яғни орташа болуы қажет. Қамырымызды илеп болған соң тындырып 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған ет, мендегі сиыр еті және де осылай пиязымызды үкістен өткізіп аламыз. Күрішімізді жуып, дәл осылай қосатын боламыз. Және де дәміне қарай тоз бұрыш, сұйық май қосамыз. Құрамын міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Үйіңіздегі адам санына байланысты мөлшерін азайтып немесе көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды мантының немесе еттің қамыры сияқты етіп, жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымыз жабысып жатса, дәл осылай ұн сеуіп, оқтаумен екі шетін басып жаятын боламыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып біткеннен кейін, дәл осылай етіп, 4 бұрышты формада кесіп шығамыз және де үстіне начинкамызды барлығына бірдей етіп салып шығамыз. Салмамызды салып біткеннен кейін екі шетін осылай қолымыздың көмегімен жауып, дәл осылай видеодағыдай етіп түйіп шығамыз. Күнделікті бір тағамды жасаудан жалықсаңыз, онда міндетті түрде дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады және де үй ішіңізге міндетті түрде ұнайды. Барлығын түйіп болғаннан кейін енді мантаваркамызға орналастырамыз және де орналастырғанда дәл осылай арасын ашып, яғни кішкене алшақтау етіп орналастырамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін дәл мантыны пісіргендей етіп 45 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің хамир хасиф тағамымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Кез келген начинкамен ұсынсаңыздар болады. Қаймақпен, кетчуппен немесе жай ғана майонезбен ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.